Қайырлы күн достар. Мен сіздерге өткен вебинарда, видеомда, яғни сіздерге үйдегі компьютерлеріңізбен майнинг етіп көресіздер, яғни ақша өндіріп көресіздер деп уәде еткенмін. Сол айтқанымдай дәл қазір іске кірісіп көреміз. Алдымен біз осындай NiceHash сайтын ашамыз. Сілтемесін төменде осы видеоның описаниесінде тастаймыз. Сонымен кеттік, бірден іске кірісейік. Бізге міндетті түрде электронды почта қажет болады. Электронды почта Mail.ru-ма, Gmail-ма маңызды емес. Сіздерде Gmail болса осындай Chrome'да, яғни жоғарыда мына жерде көрсетіп тұрады. Пошталарыңыз мінекей почта деп басасыздар. Gmail-дарыңыз қандай десеңіздер, жоғарыда поштаны бассаңыздар, қазір аккаунт ашық тұрса, егер қосулы тұрса, мына жерде көрсетіп тұрады. Мінекей, мен мына аккаунтпен қазір майнинг жасап көрсетемін. Тіркел. Мына жерде тұрады мінекей. Поштамызды осылай белгілеп көшіріп аламыз, копировать батырмасын басып белгілеп, және мына жақта приступить батырмасын басамыз, жоғарыдағы приступить батырмасын. Одан кейін біз жүктелуін күтеміз. Алдымен NiceHash'тан осылай еткізіп аккаунт ашамыз. Біз жаңа көшіріп алған электронды поштамызды осы жерге саламыз. Одан кейін паролімізді жазамыз. Пароліміз міндетті түрде 8 қатарлы саннан жоғары және символда үлкен әріпте, кіші әріпте болу керек. Мысалы, оны қалай қоямыз десеңіздер, мен сіздерге бір фишка айтайын пароль қою жөнінде. 2 рет жылдарыңыз плюс үлкен әріп бас әріппен басталатын өздеріңіздің есімдеріңізді қойсаңыздар болады. Немесе өздеріңіз iCloud-тағы парольдарыңыз, Play Market-тағы тағы да басқа парольдарыңыз қойсаңыздар болады. Сонымен осы парольді қайталап жазамыз тағы да. Одан кейін мына жасыл бұның барлығы жанса, яғни парольдарыңыз талапқа сай болса, толық барлығы жанады. Одан кейін ел таңдаймыз, Қазақстан деп. Егерде сіздерде таңдаулы тұрмаса, бұлай қолмен жазып таңдаймыз. Содан кейін біз барлық галочканы қойып, создать аккаунт батырмасын басамыз. Одан кейін сіздердің электронды пошталарыңызды растауды сұрайды. Парольді сақтап қойсаңыздар болады, сохранить батырмасын басып. Оны растау үшін электронды поштамызға өтіп, NiceHash'тан келген, сол бойы келеді, NiceHash'тан келген қатты ашамыз. Оның ішіндегі кодты белгілеп осылай көшіріп алып, жаңағы растау орнына апарып саламыз. Одан кейін подтвердить батырмасын басып, өз аккаунтымызға жаңағы терген логин паролімізді жазып, запомнить меня на этом компьютере қойсаңыздар болады, войти батырмасын басамыз. Сонымен бізде мінекей NiceHash аккаунты ашылды, жасалды. Одан кейін выберите услуги деп шығады. Барлығын қоямыз, барлық галочканы. Начните использовать NiceHash батырмасын басамыз. Егерде сіздерде осындай шықса, артық жарнамалар жауып тастаймыз. Мына жерде реги еще не подключен деп тұр. Әрине сіздерде әзірге ешқандай майнинг құрылғы жоқ. Бірақ осы компьютерімізді, біз осы көрсетіп тұрған осы компьютерімізді майнингке іске қосамыз. Ол үшін жоғарда майнинг батырмасын басамыз. Майнинг. Одан кейін майнингтің ішіне мынадай таныстыру егер сізде осындай таныстыру майнинг дегенді басамыз. Одан кейін біз загрузить майнер батырмасын басамыз. Одан соң бізге мынадай бірнеше түрін ұсынады. Мыналарға әзірге сіздерге тәжірибе керек, астыңғы екеуіне. Дәл қазір біз үйдегі компьютермен майнинг жасау үшін NiceHash майнер батырмасын басамыз. Басқасын емес. Өйткені сіздердің процессорларыңыз әртүрлі болуы мүмкін. AMD, Nvidia, Intel дегендей. Яғни айтқанда MBAP, универсальный, осы екіншісін таңдаймыз. Одан кейін я понимаю батырмасын басамыз да, перейти в GitHub и загрузить батырмасын басамыз. GitHub парақшасы ашылуын күтеміз.
ол ашылған соң download Nextcache Miner деген үстіндегі installer деген басамыз. Және біз жүктеліп болуын күтеміз. Егер қайда жүктеліп десеңіздер, сіздерде загрузки папкасына түседі көп жағдайда. Былай еткізіп басып, показать папке бассаңыздар. Мінекей загрузкадан осындай ашылады. Және антивирустарыңызды міндетті түрде өшіруге кеңес беремін. Оң жағын басып, запустить от имени администратор батырмасын басамыз. Жаңағы жүктеп алған файлымызды. Одан кейін принять батырмасын басып, орнатылып болуын күтеміз. Орнатылып болған соң, ештеңені қозғамай осылай finish батырмасын басамыз. Егер автомат түрде іске қосылмаса, мына жұмыс үстелінде тұрған осыны 2 рет басып ашамыз. Бірақ ашылуын күте тұрамыз. Одан кейін бізде осылай Nextcache программасы ашылған соң принять батырмасын басамыз. Және плагиндарды орнатылуын растаймыз. Тіл таңдайтын шығады осындай. Ыңғайлы тіл таңдаймыз, мысалы русский. Далее батырмасын басып, әрі қарай жүктелуін күтеміз. Одан кейін бізде приложениесі орнатуы болса, подтвердить сканирование немесе вход деп тұрады. Ал біз дәл қазір компьютермен кіріп отырғандықтан вот биткоин адрес вручную батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерге қай аккаунтқа майнинг ететін, яғни кошелек адресін сұрайды. Одан кейін біз мына жақта жаңағы Nextcache аккаунтымызға өтіп, мына шығып тұрған адресті копировать етіп алсақ та болады. Егер мына парақша сіздерде жабылып қалса, жоғарыда майнинг дегенге басып, адрес для майнинг дегенді басып, осылай көшіріп алсақ та болады. Оң жағын басып, копировать етіп, немесе мына батырманы басу арқылы да. Одан кейін свернуть етіп, осы жерге көшіріп алған адресімізді саламыз. Одан кейін сохранить батырмасын басамыз. Программа қайта жүктеледі. Жүктеліп болуын күте тұрамыз. Барлық плагиндерді оқып және қайта іске қосылуын күтеміз. Кейбіреулеріңіздің компьютерларыңызда қосымша плагинді орнатуды талап етуі мүмкін. Жоғарыда плагиннің батырмасын басып, установить батырмасын басып, барлық плагиндарды орнатып аламыз шама келгенше. Мұның қайсысы орнатылмай тұр, барлығын осылай басып, іске қосып орнатып аламыз. Орнатылып болуын күтеміз плагиндердің. Егер сізде плагиндердің барлығы орнатылып болса, мына benchmark деген жаққа барып, benchmark деген не десеңіздер, ол есептеу, яғни расчет, қанша өндіре алады компьютерларыңыз. Устройство деген ішіне құрылғылар көрсетіп тұрады. Кабинет деген жалпы, яғни бас парақша. GPU деген сіздерде видеокарта. Егер бұл видеокарта жоқ болса 0 деп тұрады, немесе неше видеокартыңыз бар соның саны тұрады. CPU деген кейбіреулер КПУ дейді. Біреу деп тұрады бұл қашанда. Өйткені сіздерде процессорларыңыз біреу компьютерда. Көп жағдайда біреу деп тұрады, егер серверде тұрмаса. Содан кейін біз устройствоға барып, мінекей тізімдерін көре аламыз. Мына компьютерда мінекей AMD деген процессор және Radeon деген өзінің встроенный видеокартасы бар екен. Бұл ноутбук, сондықтан шағын ғана видеокарта бұлда. Одан кейін benchmarkқа кіріп, барлық плагиндердің іске қосылғанын көз жеткізіп, бұлай нешеу бар соның барлығын. Начать benchmark батырмасын басамыз. Одан кейін бізде benchmark, яғни расчет жүреді. Benchmark процесі аяқталуын күтеміз. Benchmark аяқталған бойда бірден майнинг іске қосылады. Устройствоға басып биткізіп статусын қарап отырсақ болады. Benchmark жүріп жатқан кезде біздің компьютеріміз шулауы немесе қатты қызуы мүмкін. Егер сіздерде температура компьютеріңіз тазартылмаған болса, ішінде шаң болса, температурасы, яғни 70 градустан асып бара жатса, стоп батырмасын бассаңыздар болады.
Сонымен біз бенчмарктың аяқталуын күтеміз толығына дейін. Бенчмарк қайсы жүріп жатқанын көру үшін мына жаққа басып, меткізіп ашып көрсек болады. Процессорде алгоритм біреу болғандықтан біреуіне ғана жүреді. Ал видеокартада, егер сізде видеокарта бар болса, қаншасы қалай, соның барлығы көрсетеді. Неприбыльный дейді, но мына алгоритммен өндіре алмайды. Мына алгоритм видеокартаңызда егер мынадай шықса, ошибка прохождения бенчмарка деп. Бұл яғни бұл алгоритм сіздің видеокартаңыз қолдамайды деген сөз, яғни бұл алгоритм не поддерживается, істемейді деген сөз. Бенчмарк пройден деп тұрса, мына алгоритммен майнинг жасай алады, және қанша биткоин, яғни қанша сатоши өндіре алады деген сөз. Ал мына бенчмарк деп тұрғаны, бұл жүріп жатыр деген сөз. Ожидание деген келесі кезегін күтіп тұр деген сөз. Ал егер былай деп ошибка деп шықса, сіздердің процессорларыңызға драйвер обновить етілмеген, немесе басқа причина. Былай деп шыққан жағдайда біз сөндіріп тастаймыз бұны. Яғни видеокартаның бенчмарк аяқталуын күтеміз. Мінекей бенчмарк аяқталған соң мынадай ашылады. Бұл алгоритмді, яғни есептеуіш. Біз свернуть етіп қойсақ болады, жауып тастамаңыздар, міндетті түрде свернуть батырмасын басыңыздар. Одан кейін сіздерде жасылмен бейт майнинг деп жаңағы устройствоға кіріп, яғни майнинг етуін күтеміз. Сәлден соң бізге мына жерде қанша өндіретінін көрсетеді. Бұл әрі-бері өзгеріп тұрады, осылай еткізіп қоя тұрып күтеміз. Немесе осылай қойып кетіп, сәлден соң келсеңіздер болады. Мұны мысалы айына 37 теңге ғана өндіреді деп тұр. Сіздерде күніне деп тұруы мүмкін. Айына күніне оны мына жақтан настройка басып, одан кейін сәл астыға түсіп, мына жерде единица времени сағатына, күніне, аптасына, айына немесе жылына деп қойсақ болады. Мысалы, day деп тұрады, сіздерде күніне деп қойсаңыздар, мына жерде құрылғы күніне, яғни мына ноутбуктың видеокартасы кішкентай ноутбуктың күніге 4 теңге 18 тиын өндіреді екен. Мінекей осылай еткізіп, сіздер майнинг жасап көрсеңіздер болады. Достар, енді кімде қанша майнинг етіп тұр, ұялмаңыздар, 1 теңге ма, 100 теңге, мүмкін кейбіреулеріңізде қуаттырақ компьютер 1000 теңгеден жоғары. Сіздерде қанша өндіріп тұр? Астында комментарийға, осында ютубтағы видеоға комментарийға, немесе телеграм каналдағы осы посттың астына комментарий қылып қалдырсаңыздар. Сіздерден кері байланыс күтеміз, және алдағы курста сіздерге барлығын осы программаны толықтай түсіндіріп беріп, майнингті соңына дейін үйретіп, яғни өз қолдарыңызбен істей алатындай қылып, кез келген құрылғыға баптайтындай қылып үйретіп жібереміз сіздерді. Ал қазір назарларыңызға рахмет. Сіздерде шықпай қалып жатса, немесе істей алмай жатсаңыздар, оған да кері байланыс беріңіздер. Келесі күндерде жолыққанша сау саламатты болыңыздар.